Баршаңызға сәлем, мен атым Саят, мен сізге жеке дамуға, әдет қалыптастыруға және өміріңізді ретке көмектесемін. Бүгін әдеттің теориясы мен практикасы туралы айтатын боламын. Бұл екі түсінік әрқашанда бірге жүреді. Тек теорияны білетін болсақ, кітап тасыған есек сияқты боламыз. Ал егер тек практиканы жасайтын болсақ, жасаған ісіміздің мағынасы жоғалып, ол да ұзаққа бармайды. Бірінші әдеттің маңыздылығын айтып, кейін Notion қосымшасын көрсететін боламын. Жалпы өмірді күндердің жиынтығы деп алайық. Онда өмірімізді жақсарту үшін әр күнімізге мән беруіміз керек. Таңертең ояндың, ары қарай не істейсің? Таңдау көп. Ары қарай жата берсең де болады. Барып далаға шықсаң болады, тамақ ішсең болады, жұмсаң болады. Солай әр күн сайын сен энергияның бір бөлігін тек қана таңдау жасауға жібересің. Бұл мәселені шешетін бір жол бар. Ол әдет қалыптастыру. Әдеттенген адам ол дағдыны жасау үшін энергия құртпайды. Бұны жол мысалында қарастырайық. Сен жаңа қалаға барған кезде универге бару керек болады. Сол жолда қалай бұрыламын, қай жерде қай автобусқа отырамын деп ойланып кетесің. Ал 2 ай өткеннен кейін дәл сол жолда еш ойланбастан, тіпті басқа заттарды ойланып бара жатып та өте бересің. Демек біздің миымыз қайталанатын заттарды жасаған сайын оған үйреніп, оған азырақ энергия құртады. Осылай күн сайын белгілі бір әрекеттерді қайталау арқылы біз миымыздың энергиясын үнемдеген боламыз. Әрине бұл әдеттің бір ғана пайдасы емес. Әдеттер қайталанатын уақытына қарай бірнеше түрлерге бөлінеді. Олар күндік, апталық, айлық, маусымдық және жылдық әдеттер. Заманауи менеджмент саласының негізін қалаушысы болып саналатын 39 кітаптың авторы Питер Друкердің айтқанындай, what gets measured gets managed. Яғни өлшенген зат басқарылады. Сол үшін қазіргі кезде жасап жүрген әдеттерімізді өзгерту үшін ең бірінші оларды өлшеу керек. Оған қоса Абай атамыз өзінің 15-ші қара сөзінде айтқандай, егер есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен, не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды. Күніңде өзіңе өкінбестей қылықпен өткізіппісің. Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзіңде білмей қалыппысың. Бастапқыда әр күн сайын есеп алу қиын болуы мүмкін. Әр 10 күн сайын есеп алсаң да, не істегеніңді есіңе түсіре алмай қиналып кетесің. Сондықтан біздің өмірімізді оңайлататын 7 күннен тұратын апта бар. Аз да емес, көп те емес. Мен заманауи шешімнің жақтасымын. Сондықтан өз әдеттерімді бақылау үшін Notion'ды қолдана бастадым. Бұл қосымша өзі айтып тұрғандай, Excel, Word, To-do list, заметки сияқты қосымшаларды бір жерге жинаған платформа. Оны телефонда, браузерде, Windows және Mac-қа арналған арнайы қосымшаларында да қолдана аласыз. Және де 10 аптадан бері бұл платформа жеке қолданушылар үшін тегін. Сол кезден бері қарқынды қолдана бастадым. Және де осы арнада Notion'да қолданудың түрлі әдістерін көрсететін боламын. Байқағандарыңыздай, интерфейс толықтай ағылшын тілінде. Ағылшын тілін үйренуге тағы да бір себеп. Notion'ның басты бөлігі all page, яғни Notion беттерден құралады. Әдетке келетін болсақ, бүгін сіздерге апталық есеп алу үлгісін көрсететін боламын. Енді сайттың өзіне кіріп көрейік. Ол үшін поисковикке Notion деп жазамыз. Бірден сайтына кірді. Егер сәл тіркелмеген болсаңыз, sign up арқылы тіркелесіз. Ол жерде екі жол бар, немесе Google, немесе Apple аккаунтпен. Одан кейін сізде екі тағы таңдау болады. Соның сол жағындағы жеке қолдануға деген for personal use деген таңдайсыз. Одан кейін сізде бірден кіреді. Мен уже тіркелгем. Тіркелгеннен кейін бірден осындай беттер ашылады. Оқып көрсеңіз болады. Біз бірден жаңа бет жасайық. Жаңа бет жасау үшін мына жердегі кнопканы бассаңыз болады, немесе сол жақ астындағы New Page кнопкасы. Жаңа бет ашылды. Атауын апталар деп қояйық. Апталар деп қояйық. Одан кейін бірден бұл жерде иконка таңдауға болады. Өзіңіз қалаған. Біз календардың иконкасын алайық. Одан кейін бір
фонға сурет қойса да болады. Так, мына жерде сізде бірнеше таңдау болады тағы да. Таблица, тақта деген сияқты. Біз осы жолға галереяны таңдайық. Галереяда бізде бірнеше беттер осылай көрсетіп тұрады. Бұлар бізге керек емес. Бұл беттің мақсаты бізге апта сайын есеп жүргізген кезде өзімізге апта сайын белгілі бір сұрақтарды, белгілі бір жасайтын заттарды, қайталап отыратын әдеттерді бір тізімін жасау керек. Соларды апта сайын жасап отыратын. Ол үшін біз осы Notion'ның template деген затын қолданамыз. Template деген ол орысша шаблон, қазақша айтқан кезде үлгі, яғни бір үлгі бойынша қайта-қайта жасайтын боламыз. Ол үшін мынау оң жақтағы new деген кнопканың астына көрсетіп тұрған стрелкасын басып new template деп басамыз. Бұл жерде біздер тағы да жаңа бет пайда болады. Айта кететін жайт, Notion'да бүкіл беттерден құралады. Беттің ішінде бет болады, ол компьютердегі папканың ішінде папка болған сияқты. Created деген жасалған датасы, бұл тұра берсін, бұны алып тастауға болады. Одан кейін астына өзіміздің қосқымыз келген заттарды қосамыз. Notion'да кез келген затты қосу үшін слэшті басып таңдай берсеңіз болады. Ең бірінші біз чек-лист жасайық. To do апта сайын есеп алуды бастамас бұрын не істейміз? To do list. Енді апталық есепті бастамас бұрын ең бірінші мысалға жұмыс орнын жинау, жұмыс орнын жинау, тазалау дейік. Одан кейін мысалға бір бос сағат арнау, одан кейін мысалға ойды бөлетін заттарды өшіріп қою, ойды бөлетін заттарды өшіру. Енді ары қарай өзіңізге қарай жаңа заттар қоса берсеңіз болады. Одан кейін осылай to do листтер қойғаннан кейін жазатын нәрселерді 3 бөлікке бөлейік. Ол үшін біз мынау тексттің екінші түрін қолданамыз. Екінші түрі мысалға бұл келер апта болсын. Келер аптада не істейтінімізді жоспарлаймыз. Екіншісі тура осындай текстті дублировать етіп. Екіншісі өткен апта болсын. Өзіңізге қалай ыңғайлы, бірінші өткен аптаны қарап, кейін келесі аптаға қарасаңыз да болады. Одан кейін маңызды оқиғалар. Бұл жерде астына өзіңіз не жазғыңыз келеді, соны жаза бересіз. Келер аптада мысалға экзамен деген сияқты. Notion'ның тағы бір пайдалы жері, бұл жерде өзіңіз қалағандай етіп заттарды қоя берсеңіз болады. Мысалға мына бағанды келер аптаның қасына қойсаңыз болады, немесе астына өзіңіз қалағандай. Және де фоновый бір түстер қоюға да болады, қызыл деген сияқты. Бұл енді өз қалауыңызға қарай. Бұл біздің үлгіміз болды. Жерге жаңа үлгі деп жазып қояйық. Жаңа апта немесе. Болды. Енді қайтып апталар бетіне көшейік. Апталар бетінде сіз көріп тұрғандай әлі ештеңе жоқ. Енді біз
жаңа дейміз де, ньюдің қасына жаңа деп басамыз, жаңа аптаға басамыз. Сол кезде бізде осы жаңағы бағандармен жаңа апта пайда болады. Одан кейін осы жерге мысалға тазаладым, 1 сағат, бір бос сағатым бар, ойды бөлетін заттар жоқ деп, әрі қарай өзіңізге есеп алып бастай берсеңіз болады. Мына жерге аптаның атын беріп қоясыз. Мысалға номері 32-ші апта, қазір 2020 жылдың 32-ші аптасы. Осылай және де осылай қоса бересіз. Мысалы, жаңа апта жерге 33. Осылай толтыра бересіз. Және де Notion'ның бір жақсы жері, осындай жасаған беттермен бөлісуге де болады. Сондықтан осы бетті қолданғыңыз келсе, осы видеоның астында сілтеме қалдыратын боламын. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Ұнаса лайк қойыңыз, пікір қалдырыңыз. Егер сізге жеке даму, тәртіп, әдет қалыптастыру тақырыптары қызықты болса, арнаға тіркеліп, қоңырауды басып, жаңа видеоларды жіберіп алмаңыз. Келесі кездескенше.